Баршаңызға сәлем. Бүгін ілмекпен тоқудың 5-ші сабағын көрсететін болам. Бұл сабақта полустолбик знакидан тоқитын боламыз. Ең алдымен 2 воздушный петля для подъема тоқимыз. 1, 2, 1 накид жасаймыз. Ілмекті сол жаққа апарып астынан жоғарыға көтеріп осылайша накид жасаймыз. 3-ші петляға ілмекті саламыз. Жіпті суырып шығарамыз. Ілмекте 3 петля пайда болады. Осы 3 петлядан жіпті суырып алып шығамыз. Мінекей. Бірінші полустолбик знакидан пайда болды. Тағы да екіншісін тоқиық. Накид ілмекті астыға сол жағынан апарып астынан өткіземіз, оңға қарай көтереміз. Накид жасаймыз. Петляға ілмекті саламыз. Жіпті ілеміз. Петлядан шығарамыз. 3 петля пайда болады. Осы 3 петлядан ілмекке жіпті орап шығарамыз. Мінекей екінші полустолбик знакидан. Накид петляға ілмекті саламыз. Жіпті іліп шығарамыз. 3 петлядан жіпті іліп шығарамыз. Мінекей. Накид жіпті шығардық. 3 петлядан жіпті суырып шығарамыз. Мінекей осылайша полустолбик знакидан тоқитын боламыз. Мінекей. Сосын ряд біткеннен кейін екінші ряд бастар алдында 2 воздушный петля тоқимыз. 1-2 для подъема. Теріс айналдырамыз тоқымамызды. 1 накид жасаймыз. 1-ші петляға ілмекті саламыз. Жіпті суырып шығарамыз. 3 петлядан жіпті суырып шығарамыз. Әр ряд сайын петли для подъема обязательно тоқуымыз керек. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеом ұнап жатса лайк басып комментарий жазыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.